Атырау облысында келешек мектеп жобасы аясында 2023-2025 жылдар арасында 7800 орынға арналған 9 мектептің құрылысын салу жоспарланған. 2024 жылы Атырау қаласында 2700 орындық 3 мектептің құрылысы аяқталып қолданысқа берілді. Қазіргі уақытта 5100 орынға арналған 6 мектептің құрылысы жүргізілуде. Атап айтқанда, Атырау қаласында Ақсай 2, Жұлдыз 2, Жұлдыз 3 шағын аудандарында, Құлсары қаласында, Атырау ықшам ауданында 1200 орындық және Құрманғазы ауданы, Құрманғазы ауылы және Ақкөл ауылдарында әрқайсысы 600 орындық мектептердің құрылыстары жүргізілуде.